құрметті Аққұба аудандық кітапханасының жылдық арнасының оқырмандары, бүгін біздің яғни подкаст жобасы өте ерекше форматта. Жаңа формат, жаңа шығарылым. Бүгінгі біздің шығарылымымыз жерлесіміз, аудармашы Серік Қинаятұлы Сәтбаевтың арналады. Бұл сізбен бір сыр сұхбатқа көшсек қалай қарайсыз? Көшейік. Жақсы. Сізді аудан төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Серік Қинаятұлы, қалыңыз қалай? Бүгінгі күніңіз қалай басталды? Енді жақсы. Бүгін күн арайланып атты. Таңертең ұйқыдан тұрғанда ерекше сергіп, жадырап, сөйтіп бір жақсы көңіл күймен тудым. Оның ар жағында оның бір қайдан деп жатыр. Оның барлығы туған жерге деген сапар алда туғаннан кейін содан туындап жатыр ғой. Қазақта сөз бар ғой. Кіндігі арылмаған, кіндігі туған жерден үзілмеген деген сөз бар. Бұл бұрынғы Лебяжі, қазіргі Аққұба ауданы, менің туып өскен жерім. Осы өмірде талай жерге бардым, талай жердің дәмін таттым. Бірақ енді анау 75-тің биігінен қарап отырсаң, өзінің туған жерін керемет екен. Мынау біздің Лебяжі Аққұба ауданымыз деген маған қай уақытта болсын керемет көрінеді. Қайда жүрсем де бір бүйрегім осы туған жерге бұрып тұрады ғой. Тамаша. Сағынышыңыздың мауқын бастыңыз ба? Әрине. Енді мына бүгінгі көрермендеріңізде ыстық ықыластарын бүгінгі кешке арнайы сізге бұрып келіп отыр. Енді сіздің шығармашылығыңыз жайлы сұрақтар қоятын болсам, жалпы шығармашылыққа қалай келдіңіз? Алғашқы өлеңдеріңіз есіңізде бар ма? Енді бұл жерде мен шығармашылыққа ерте келдім деп айта алмаймын. Қазір өзі газет журналда оқып отырсақ, бір жазушылармен кездесу болып жатса, мен мектепте жүріп өлең жаздым, институтта жүріп өлең жаздым деген сияқты. Бірақ мен мектепте жүріп, институтта жүріп өлең жазған жоқпын. Бірақ мақалалар жазып жүрдім. Сөйтіп қалам ұсталып, бірте-бірте іздену арқылы, көп оқу арқылы осы өзімді сынап көрейін әдеби майданда деп аудармалар жасадым. Ойлана толғана жүріп, кейінгі кездерде өлең шумақтары өзі құйылып, тілдің ұшына келіп, соны қағазға түсіріп, содан кейін әртүрлі тақырыпқа мақалалар жазып, толғандырған тақырыптарға. Сөйтіп, енді бір сөзбен айтқанда, бұның барлығы мен қайда жүрсем де, қайда қызмет етсем де, кітап оқудан бір жалыққан жоқпын. Осының енді көмегі шығарып кітап оқыдым. Жақсы, біздің көрермендердің арасының көпшілігі жас шәкірттер отыр. Сіздің айтқан сөздеріңіздің барлығы оларға бір ақыл кеңес болды деп есептеймін. Қаламгер ретінде алғашқы жетістіктеріңіз қандай болды? Енді кім болса да алғашқы тырнақ алтысын жақсы бір жарияларда, журналда, газетте жарық етіп шығарғысы деген арман болады ғой, кімде болса да. Енді мен кейін жасым кішкене ұлғайған кезде, 50-ден асқан кезде, тіпті 60-ға таяған кезде роман аудардым, повесть аудардым, әңгімелер, ертегілер аудардым, өлеңдер аудардым. Сонда алғашқы жаңа қызық, қуанышты сияқты ғой енді жетістік. Мен бір романды ол кезде әлем әдебиеті деген журнал шығып тұрды Астанадан. Соған жібердім. Содан кейін бір айдан аса уақытта редакторға қоңырау шалдым. Редактор арнайы жауап берді. Сосын мен айтып едім, сондай шығарма жібермедім деп. Ол кісі, келіп түсті, мен оқып шықтым, сіз өте әдемі аударыпсыз деді. Мен ондай сөз естейін деп ойлаған жоқ едім. Солай айтады деп. Сол жерден сасып қалдым енді, не дерін білмей қалдым. Рахмет дей беріппін ғой. Сөйтіп әлгі ынталандырды,
жігерлендірді, қанаттандырды, бір сөз айтқанда творчествоға жолға. Сол деген тағы да іздену арқылы басқа жанрларда да әсіресе маған мынау көбірек ұнайтыны аударма саласы. Өйткені мен институт бітіргеннен кейін 73 жылы мектептерге орын болмады да редакцияда аудармашы әдеби қызметкер деген штат болды сол кезде. Мен сонда қызмет істедім. Сөйтіп ол кезде Ленин жолы, Ленинский путь, негізгі газеті орыс тілінде, қазақша газет Ленин жолы аударма газет. Екі аудармашы орысша материалдарды қолма-қол аударып қазақша газетке басып отырды. Сөйтіп осы әсер еткен шығар енді кезінде аудармаға көбірек көңіл бөлуге. Тек қана аударма емес, ол да бір жағынан ағартушылық қызметке де жатқызсақ қалай? Әрине. Енді газет ол аудан өмір аудан емес, сонымен бірге әртүрлі тақырыптарда мәселе көтереді ғой. Сондықтан сондай пайдасы болды. Енді ол аударманың іздендік, ол кезде сөздіктерді қарадық, тіл қоры байыды кішкене. Енді сөйтіп ізденудің арқасында енді осындай дәрежеге жеттік деуге болады. Жақсы, тамаша. Серік аға, өзіңіз байқадыңыз, жаңа жас шәкірттер шығып жатыр сахнаға, өзіңіздің өлеңдеріңізді оқып жатыр. Мына көрерменге бір таныстырып өтсем, мысалы атақты Мұқағали Мақатаев деген ақынды білеміз ғой бәріміз. Оның туған жері Қарасазда, кез келген баланы көшеден ұстап алсаң, кәрі болсын, жас болсын, сол кісінің өлеңдерін жатқа біледі екен. Сол сияқты біздің де Серік Қинаятұлының, Серік ағамыздың шығармаларының осылай балалары, осы ауданымыздың тұрғындары осылай жаттап әлемге паш етіп жүрсе, оның өзі бір бақыт деп есептеймін. Мысалы, Қарасаз Мұқағалимен мақтансын, Шарбақты ауданы Маралды жақ балалар әдебиетінің классигі Мұзафар Әлімбаймен мақтансын, ал біз Аққол ауданы Серік ағамызбен мақтанайық ағайын. Серік аға, шабытты қайдан аласыз? Өлең жазуда процесіңіз, өлең жазу процесі қандай? Енді ол шабыт деген нәрсе өзі қалай деуге болады? Ол өз алдына келе қалатын нәрсе емес. Ол тағы енді көбірек ізденудің арқасында. Енді бір сөз бар ғой, 1% талант, 99% еңбек деген. Міне осы сөзге мен сенем. Өйткені еңбексіз еш уақытта болмайды. Жаңағы сіздің айтып отқан шығармалар қалай туды деген сияқты мәселе айтып отырсыз ғой сұрақта. Мынау Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген кітабын мен оқыған уақытта ол кісінің тек қана батыр ғана емес, сонымен бірге керемет жазушы екеніне таң қалдым. Сөздерді керемет, бай тілімізді керемет шеберлікпен қолданып, ойын тамаша әдемі еткізгенде. Сонда жаңағы айтқандай аңшылар бесік жырын айтпайды деген сияқты. Ал енді біз өмірде не көріп жүрміз? Мен бір жерде қонаққа барған уақытта сол үйде келін кішкентай сәбиді ұйықтату керек болды. Сонда кәдімгі коляска, 4 домалағы бар. Бұлай тербелетін коляска. Бесік емес, соған салды, телевизорды қосты, телевизордың ән каналын қосты, сосын тербетті. Сонда мен ойлап отырмын, ойбай-ау, біз қай дәрежеге жеттік? Біздің салтымыз, дәстүріміз қайда қалды? Бесік жыры қайда қалды? Міне Бауыржан атамыз осыны керемет айтқан екен-ау деген ой келді. Міне бұл өкінішті нәрсе. Сол келіншек бір 3-4 жұмақ әнді айтуға шамасы келмеді ме? Сондықтан мен ойландым. Біздің ақсақалдар көбінесе біздің өмірімізде қандай олқылық бар, қандай кемшілік бар. Міне соны іздейміз, ойланамыз. Сол олқылықты толтыру ақсақалдардың жауапкершілігінің парызы. Сосын мен маған ой келді. Осы бесік жыры біздің Павлодар облысында бар ма екен? Кімдердің бесік жыры бар екен деп қарастырып едім, мен оны таба алмадым. Қарағанды облысы, тағы басқа облыстардың ақындарының кітаптары шыққан екен, кітапханада бар екен. Сосын мен ойладым, осы бесік жырын қалай жазуға болады деп. Ілияс Жансүгіровтің «Аны әдейі бесік жыры» деген өлеңі бар. Соны әуелеп оқып шықтым. Содан кейін бесік жырының жинақтардағы бірнеше нұсқаларын оқып шықтым. Сосын ойлана жүріп, осы шумақтар бәрі бірдей соғылған жоқ тілдің ұшына.
бөлек бір шумақ, екі шумақ сөйтіп түсті. Содан кейін қағазға түсірдім. Сөйтіп осылай өлең шықты. Ал енді жаңа мына жерде менің шығармаларым бойынша сценка қойып жатыр, мәнерлеп айтып жатыр. Мен қазір міне қалада тұрып жатырмын. 2001-ден бері 24 жыл болды мен қалада тұрып жатырмын. Қаланың мектептеріне біз барамыз. Осындай шаралар өткен уақытта қалада таза қазақ мектебінде 1000 бала бар. 1000 қазақ баласы, 1000 қазақша оқитын бала. Сонда біз кітапханашыларға айтамыз, мына шығармаларды режиссурасын, мәнерлеп оқуын неге жақсы дайындаңдар дейміз. Шығарманың бақытын ашатын әнші, содан кейін орындаушы, артистер, актерлар. Ал менің жазған шығармаларымда мына жерде оқушылар мәнерлеп мағынасына қарай айтып жатыр. Ана сценкалардың режиссурасы өте тамаша, ойластырып жасалған режиссура. Бұл жерде өнер мектебі жоқ, ауылдарда. Драм театр жоқ. Сондықтан бұл таза мұғалімнің, тәрбиешінің еңбегі. Мұғалімдер болсын, режиссурасында, мәнерлеп оқулықта бәрінде тамаша ойластырып шығарған сәтті. Менің шығармаларым бәрі жанды көп болатын. Бізге керегі осы, біздің шығармамызды оқып жатса жұрттар. Міне ол біздің бақытымыз. Тамаша, рахмет. Яғни шабыт емес, ең алдымен еңбек, ізденіс, одан кейін келетінсіз ғой. Енді осы жерде отырған оқушыларға бір ақыл кеңесіңіз болсын. Мына өзіңіз жас кезіңізде қандай ақын жазушылардан әсер алдыңыз? Жаңа бір айтып кеттіңіз ғой, Бауыржан Момышұлы деп. Басқа да қандай бір ақындардың, жазушылар мүмкін қазіргі өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа білуге тиісті ақын жазушылар бар шығар. Енді мен жас кезімде редакцияда қызмет істеп жүрген кезінде, сол кезде мен 23 жаста болдым, 5 жыл қызмет істедім. Сонда арасында 1 сағаттай, жарты сағаттай бос уақыт болып қалады. Сонда кітап магазині жақын, кітапханаға барып кітап алып, кітап магазин кітап алып, столдың тумбашасына қойып қоямын. Қол босаған кезде мен соларды оқып отырамын. Сол кезде Фариза бар, сыныға Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев сияқты тағы басқа ақындардың шығармаларын Жарасқан Әбдірашев мен оқыдым, сүйсініп оқыдым, және ғажап қалдым. Сонда мен ғажап болған нәрсе біздің қазақтың тілінің байлығы, көркемдігі, қандай әдемі ойды көркем әдемі етіп жеткізіп отқанына мен жазушылардың керемет таңғалдым. Және оқу барысында жаңа мына інім айтып отыр ғой, кейінгі жастарға қандай тілек айтасыз деген. Мен кітапты оқыған уақытта ол проза болсын, поэзия болсын, драмалық шығарма болсын, оқыған уақытта сыдыртып оқып шықпаймын. Соны ой жүгіртіп, салыстырып, сөйтіп қорытып, ол жазушы ақын сөзді көркемдеуіш, бейнелеуіш тілдің құралдарын қалай қолданып отыр деген сияқты. Сондықтан мен кітапты тез оқып шықпаймын. Кітапты біраз бөгеліп оқимын, қорытып оқимын, салыстырып оқимын. Міне солай кейінгі ғасырға сондай ақыл айтамын. Мына Бернард Шоу деген шетелдің керемет білімді адам бар, жазушы. Сол айтады екен, кітапты ойланбай оқу дегеніміз нанды шайнамай жегенмен бірдей дейді екен. Сондықтан кітапты ойланып оқуымыз керек. Ал енді жүрген жерімізде біз жастармен, оқушылармен, студенттермен, жалпы оқырмандармен кездескен уақытта кітаптың маңызы туралы үнемі айтып жүреміз. Ал енді мен бір ғана мысал келтірейін уақыттарыңыздан. Өзіміздің Ғарифолла есім. Осы Лебяжі мектебін бітірді. Бізден 3-4 жастан үлкендері бар. Сол кісі қазір Қазақстан Республикасы ғылым академиясының академигі, философия ғылымының докторы, кандидаттық диссертацияны әдебиетті қорғады, докторлық диссертацияны философияда қорғады. Сол Ғарифолланың осындай дәрежеге жетуіне ең бірінші фактор кітапты көп оқығандығы. Ол 75 жасқа толған уақытта Егемен Қазақстан газетінде өзін жақсы білетін бір досы, бір оқырмандасы мақала жазса Егемен Қазақстан газетте. Сонда былай дейді: біреулер Ғарифолла институтта оқып жүргенде оны іздеп келеді. Сосын бізден сұрайды, Ғарифолланы қалай тауып алуға болады дейді. Сонда біз айтамыз,
Арифулла екі ақ жерде болады. Егер түске дейін іздесеңіз, институтта болады, түстен кейін кітапханада болады. Оның болатын жері екі ақ жер. Міне, кітапты үзбей үнемі оқудың арқасында Арифулла телегей теңіз білімге ие болды. Бізге сабақ берді. Біз таң қалатынбыз. Кіргеннен сөйлейді, 45 минут, екінші 45 минут, 90 минут, бір секунд қалмайды, 90 минут бойы сөйлейді, бірақ соны айтады, мен біраз нәрсені білмей қалдым, айтатын нәрсе көп еді дейді. Не болғанын білемін. Ол қайдан келді? Ол жаңа кітапты көп оқығаннан келді. Сол сияқты Абайды алып қарайық. Абай 2 жыл ғана Ахмет Риза медресесінде оқыды. Бірнеше ай ғана русская приходская школада оқыды. Содан кейін ауылда болды. Құнанбай ауылға шақырып алып, сен мына би шешендердің ішінде бол, солардың сөзін есті, құлағына құйып ал деген сияқты. Ол соны құлағына құйып, ойына, зердесіне құйып арқылы шешендердің, билердің сөзін кітапты көп оқыды. Қалаға келген сайын семейге қап кітап кетеді. Біреулер барса қолына қағаз береді, қап береді. Міне осыны кітап ала келдік. Сөйтіп Ақшоқыда Жидебайда жатып Абай түні бойы, күні бойы кітап оқудың арқасында хакім дәрежесіне келді. Хакім дегеніміз өте білімді данышпан деген сөз. Міне кітаптың пайдасы. Жақсы, рахмет. Яғни біздің оқушыларға айтар ақылымыз осы. Кітап білім ол өмірдің шырағы деп бекер айтпаған екен. Ендеше Серік аға, осы өзіңіздің кешіңізге келіп отырған әдебиеттер қауымға айтар жылы лебізіңіз болса. Енді сіздер білесіздер, алдыңғы құрылтайда, мынау кейінгі емес, алдыңғы Атырауда өткен құрылтайда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев былай деп айтты: халықтың арасында кітап оқу мәдениетін барынша дамыту керек. Соған қаржыны да, күш-жігерді де аямай жұмсау керек деген сияқты сөздер айтты. Міне сондықтан біздің мемлекетіміздің, қоғамымыздың, еліміздің басқа елдермен терезесі тең дәрежеде даму үшін, жоғары дәрежеге көтерілу үшін біздің барлық адамдарымыз қай жаста болса да кітап оқу керек. Ол біздің ілгері дамуымыздың факторларының бірі дейді. Сондықтан менің айтар тілегім, енді жастарға сенеміз, Мағжан жауап айтушы. Сол жастар біздің болашағымыз, елдің болашақ кемел болу үшін, дамыған мемлекет болу үшін жастарға, кейінгі жастарға айтарымыз: білімді болыңдар, өнегелі болыңдар, парасатты болыңдар, білім жинаңдар, ақыл жинаңдар деген сияқты сөздерді ақыл айтамыз. Рахмет. Өздеріңіздей ағаларымыз барында, өздеріңіздей ғалымдарымыз барында біздің мәдениетімізде, әдебиетімізде өшпейтінімізге нақ сенімдіміз. Бүгінгі күн осы іс-шараға жиналған әрбір жан үшін ерекше болды. Әңгімеңізден көп нәрсені ойға түйдік. Айтқан ойларыңыз тыңдарманға пайдалы боларына сенімдіміз. Сізге денсаулық, күш-қуат тілейміз. Құрметті әдебиет сүйер қауым, бүгінгі диалог алаңындағы сұхбатты аудандық кітапхананың YouTube әлеуметтік желісінен тамашалай аласыздар. Күзде қазан айының 22-сінде мен өзім туып өскен жерде, өзім қызмет істеген мектепте ауданның кітапханашыларын, тәрбие беруші мұғалімдерді жинап, аудан көлемінде көрсету семинары сияқты тәрбие сағатын өткіздік. Мен үшін жүректі ризамын. Ал енді мынау өнердің қай түрі болсын, өте қадірлі, өте қасиетті. Өнер еш уақытта жойылмайды. Соның бірі сөз өнері, әдебиет өнері. Тағы да рахмет барлықтарыңызға, әдейі уақыттарыңызға келіп, мені ескеріп, осындай ағамыз бар екен деп келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге барлықтарыңызға мықты денсаулық, ұзақ өмір, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.